Сәлеметсіздер ме? Күрделі құрақты көрпеге ою тігу үшін алдымен көлемі 36-36 см болатын ақ және күлгін маталардан шаршылар қиып дайындап алдым. Маталардың теріс жағына желімді тор жапсырамыз. Шаршыларға диагональ бойынша көмекші сызықтар сызылады. Дайын үлгіні қарындашпен сызып түсіріледі. Ою қиып алынады. Негізгі матаға симметриялы түрде орналастырылып, үтікпен бастырып алған соң тігім машинкасымен жиі зигзаг тігістерімен жиегі бастырылады. Мата төсеміне көзді айналдыра отырып ши құрақтар тігіледі. Құрақтың сәнді болуы сызбасы мен үлгісіне тікелей байланысты. Ерекшелігіне қарай ши құрақты өрнектеу әдістері өзгеріп отырады. Үлгісі көптің өрнегі көп, өрнегі көптің ермегі көп дегендей заманның талабына сай ұлттық қолөнерді қайта жаңғырту мақсатында құрақ құрауға үйретеміз.